Араларды тасу, жасырынбақ, жаяу көкпар, жылдырт-жылдырт деген қазақтың ұлттық ойындар туралы оқып беремін. Каналыма қош келдіңіздер, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле отырыңыздар. Жаралыларды тасу, дәрменсіздерге жәрдем беру. Қазақ ауыл балаларының ойыны жазық, жасаң жер таңдалып алынып, ойыншылар екі топқа бөлінеді. Әрбір топтың бастаушысы тағайындалады. Топқа бөлінушілер өз ықтиярымен кейде екі жақтың күші тең болуы үшін әділ бөліседі. Екі топ бірінің желкесіне бірі қарап, сап құрады. Сапты басшы бастайды. Ойнар алдында бір жерді шамамен 30-40 аттам, кейде одан да алыс жерді көмбе, яғни тоқтайтын жер етіп белгілеп келіседі. Екі жақ албастайық деп келіскен соң, алдыңғы саптағы бала артында тұрғанды арқалап көмбеге қарай ала жөнеледі. Екі топ жарысып тасиды. Жаралыны арқалап барған бала көмбеге қалып қойып, арқаланып барған бала кері сапқа жедел жетіп, өзінен кейін сапта тұрған баланы арқалай жөнеледі. Қарсылас саптағылар да осыны қайталайды. Қай топ жаралы дәрменсіздерді бұрын тасыса, сол жақ жеңіске жетеді. Бұл ойынның бір маңызы, қиыншылықта болатын жағдайда, бейбіт кезде жаттығу жасап дайындалып, дағдылану болса, келесі жағынан балаларға дәрменсіздерге деген мейірбандықты қалыптастырады. Және күштілік, ептілік, жылдамдық, шынығу деген сияқты адамдық жақсы қасиеттерді жастарға, жас өспірімдерге қалыптастыруға маңызы бар ойын. Жасырынбақ, қазақ халқының ұлттық ойыны. Ауыл балалары үй маңына ойнайды. Ойынға 10 шақты бала қатысады. Олар белгілі бір жерге жиналады. Ойынды бастаушы, реттеуші, бастық дайындалады. Оған естияр бала сайланады. Ойыншылардың бір тобы жасырынушы, келесі тобы іздеуші болады. Ойын ұйымдастырушы іздеушілерді теріс қаратып тұрғызып, жасырынушыларды жасырынуға жібереді. Жасырынушылар ең жасырын жерге кетіседі. Олар тезек артына, жүк артына, төсек астына, апасы артына, етегінің астына, ілген киім ішіне, шымылдық артына, қосақталған қой далдасына шөгіп жасырынады. Олар жасырынып болған соң, өздері немесе біреуі жасырынып болдық деп хабарлайды. Іздеушілер хабар ала сала іздеуге кіріседі. Жасырынушыларды тауып алса, ойын жалғасады. Табылғандар іздеушілер болып ауысады. Осылай ойын жалғасады. Бұл ойын өте көне ойын. Жаяу көкпар, қазақтың ұлттық байырғы ойыны. Бұл ойынды ауыл балалары тегіс таза көк майса алаңдарға жинап ойнайды. Кейде жұмсақ жерлерге де ойналады. Ойынның негізгі көкпар өнеріне негізделген. Ат орнына мықты денелі балаларды сайлап алады. Олар арқаларына кішірек балаларды көтеріп алады. Көкпарға шыт тағы басқа берік дүниелерді пайдаланады. Екі жақ көкпаршы шытты тартады. Егер шыттан айырылып қалса, немесе астындағы бала аты жығылса, онда
жеңіс келесі көкпаршыға кетеді. Осылай кезекпен ойын жалғаса береді. Ойынның пайдасы төзімділікке, өжеттілікке тәрбиелейді. Жылдырт ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойыны. Ауыл жастары жиі ойнайды. Ойынның негізгі шарты тығылған жүзік, сақина, тиын сияқты дүниелерді жасырын тауып алуға саяды. Ол үшін ойыншылар қатар отырады. Қолдарының алақандарын тиістіріп отырулары шарт. Оның жүргізуші де арасына белгі салынған затты салып, басынан бастап ойыншылар алақанын жара осып жүре береді. Ол білдірмей бір ойыншының алақанына тиынын тастап кетеді. Тиыны бар ойнаушы алдымен сол жақтағы ойыншының қолына қолын тигізіп, содан кейін оң жағындағы ойнаушының қолына әлгі тиынды жылдыртып жіберуге тиіс. Оны ешкім білмеуі шарт. Тапқыр деп тағайындалған біреу ойыннан көз алмай бақылап отырады. Қолға салар заттарды жылдыртпа деп атайды. Барлығы әрбір қимыл істеген сайын тапқырдың санасын аудару үшін әндете жылдыртып деп шуласып отырады. Жылдыртпаны оңға қарай жылдыртуға тиіс. Осылай тапқыр жылдыртпаны таба алмаса, онда жылдыртпасы бар біреу жылдырт та қымқырт отыра қалды, жым-жырт дейді. Бәрі жым-жырт бола қалады. Ол тиынды көрсетеді. Тапқыр өнер көрсетеді. Жылдыртты ойын кезінде тапқызып алған ойыншы ән айтып, домбыра шертіп, не билеп, жұмбақ жаңылтпаш тақпақтардың бірін айтып беріп құтылады. Тапқызбаған ойнаушы тапқыр болып сайланады. Бұл ойын құпияны сақтай білуге және қырағы болуға тәрбиелейді.